менің ғылыми жобам бағытты гуманитарлық секция Қазақстан тарихи ескерткіштері, болашақ даму бар саяхат маршруттары. Тақырыбы оқушылар арасында пайдаланылатын ағылшын тілінен енген кірме сөздер. Авторым мен 9-шы сынып оқушысы Әбдібек Аянат, жетекшім Алдакенова Салтанат Ниязқызы, ағылшын пәнінің мұғалімі. Жалпы бұл оқушылардың арасында кірген сөздердің мақсаты оқушылардың сөйлеу мәнерінде ағылшын тілінен енген кірме сөздердің қаншалықты пайдаланылатынын білу және де осы оқушылар арасында ағылшын тілінен енген кірме сөздердің қаншалықты орын алатынын анықтау. Міндеттер: тақырыпқа байланысты теориялық материалдар жинау, ағылшын тілі пәнінің білімін ары қарай тереңдету, кірме сөздердің келесі суреттерін жазу, кірме сөздердің қаншалықты пайдаланылатынын анықтау және де оқушылар арасында сауалнама алу, оқушылардың қаншалықты ағылшын сөздерін пайдаланатыны туралы және олардың тізбектерін жасау. Кірме сөз. Жалпы кірме сөз дегеніміз ол тіл аралық қарым-қатынастарда бір тілден екінші тілге енген тіл элементтері деп атап кетеміз. Олар сөздер, сөз тіркестері, жалпы жинақтар және тағы басқалары. Кірме сөздер олар енуіне байланысты жалпы шет тіл сөздері, интернационалды сөздер және де варваризмдер деп те аталады. Олар зерттеулерге де байланысты солай бөлінеді. Жалпы кірме сөздер қалай пайда болды? Кірме сөздер бұл халықаралық мемлекеттер, елдердің арасында жалпы қарым-қатынасы өте үлкен болғандықтан кірме сөздер үнемі пайда болады. Бұл заман талабы деп атап кетсек те болады. Ағылшын тілі бізде халықаралық тіл болып табылады және де оның жоғарғы мәртебеге ие. Ақпараттық құралдар қазіргі таңда өте үлкен қолданысқа ие және де ол жерде ағылшын тілі өте көп қолданылады. Сонымен қоса жастардың арасында ағылшын тіліне кірген сөздердің жайлы айтып кететін болса, күнделікті өмірде бізде қазіргі жастар ғаламторды жиі пайдаланады. Сол арқылы олар ағылшын тілінен енген кірме сөздерді көп қолданылады деп айтып кетсек болады. Жастар өз ойын, сезімін нақты түсіндіру үшін осы ағылшын тілінен енген кірме сөздерді көп пайдаланады. Жалпы өз тілімізді үйрену және басқа тілдерді үйренуге бұл заман талабы деп айтып кетсек болады. Шет тілден кірген сөздер бұл табиғи және тұрақты үдеріс. Ақпараттық құралдарды өте жиі пайдалану және халықаралық экономикалық салалар, халықаралық фестивальдар, жалпы спорттық салалар осы кезде бізде шет тілден енген сөздер кіре бастайды. Оқушылар, жастар арасында осы сөздер көп пайдаланылады және де олардың біріншіден сөздік қорымызды үлкейтеді, ал екіншіден қазақ тілінің әдеби көркемдігін жоюы да мүмкін. Кірме сөздердің бірнеше топқа бөлуге болады. Жалпы тура аудармалар, яғни біздің тілге енген кезде тура аудармалар да болады. Мысалға, weekend демалыс, money ақша деген мағынаны білдіреді. Шата аудармалар. Бұл сөздерде спикер деген сөзді алып қарастырайық. Спикер бұл мысалы дебаттарда қарастырып көретін болса, бірінші спикер, екінші спикер деген сөздер бар. Бұл спикер деген сөздің speak деген сөзі сөз деген, яғни сөйлеу деген мағынаны білдіреді, ал спикер дегеніміз сөйлеуші деген сөз. Өз қалпында қалған сақталған сөздерде үнемі жүреді. Мысалға, меню, пароль, код деген сөздер. Сосын өзіндік ерекшелік, бұл ағылшын тіліндегі өзіндік ерекшеліктер қалып қалған сөздер. Мысалға, чипсы, чизбургер, гамбургер деген сөздер секілді. Сонымен қоса бізде дүниежүзінде көптеген мемлекеттер ағылшын тілін өте көп пайдаланады және де 4-тен 1 бөлігі ағылшын тілінде сөйлесе, миллиардтаған жуық адам ағылшын тілінде оқиды. Сонымен қоса халықаралық конференцияларда көптеген ағылшын тілінде қолданылады. Мысалға, премьер-министр, министр, президент сөздері де ағылшын тілінен енген сөздер болып табылады. Жалпы ағылшын тілінен енген сөздер көбіне бізде телефоннан көрсек болады. Мысалға, Instagram, Facebook деген сөздер. Олар сонымен қоса ағылшын тілімен жазылып қана, сөйлеп айтылып қана қоймай, олар жазылып тұрады. Осы ағылшын тілінен енген кірме сөздер бойынша біз сауалнама алдық оқушылардан. Осы сауалнамаларды болса 8, 9, 10 сыныптар арасында сауалнамалар. 8-ші сынып 28%, 9-ші сынып 38%, 10-11 сыныптар 44%-ға ағылшын тілін жиі пайдаланады. Яғни сол ағылшын тілі бойынша сөйлейді. Қандай сөздер көп пайдаланады? Мысалға, make-up, shopping, wow, cool және де smart деген сөздер өте көп пайдаланады. Мысалы, shopping деген сөзді алып қарайтын болса, біз дүкенге барған кезде, немесе киім алған кезде shopping деген сөзді өте жиі пайдаланамыз. Қазір мен шопинг жасаймын, шопинг жасап киімдер аламын деген секілді. Ал мейкапқа келетін болса, қазіргі жас қыздар өте көп пайдаланады. Мен қазір мейкап жасағым келеді, салонға барып мейкап жасаймын деген секілді. Әлеуметтік желі. Иә, әлеуметтік желілерде мысалы дайрект деген сөзді аламыз. Бұл ағылшын тілінен енген кірме сөздердің бірі және де оның тікелей мағынасы жоқ, бірақ дайрект тікелей деп аударылады. Енді дайрект деген қарастырып көретін болса, Инстаграмда дайрект сөзі, мысалға, менің дайрегімге жазып кетіңіз, яғни нақтырақ айтатын болса, менің жекеме жазып кетіңіз деген мағынаны білдіреді. Жалпы оқушылардың сөздер
окшош кирме сөздөрдү пайдалануу себеби бул сөздөр улардын ойлорун накты жеткизүүгө көп пайдаланылат. Жалпы сегизинчи окуучулардын осы кирме сөздөр боюнча пайдалануу себептери улардын өз ойлорун накты жеткизүү боюнча 37% болду. Ал 73% агышын тилинен кирген кирме сөздөр пайдалануу тиімді деп санайды. 14% осы кирме сөздөр энгенмен болса, улар казак тилинин әдеби көркөмдүгүн жояды деп эсептейди. Жалпы осы кирме сөздөр боюнча, мисалы, осы тизбектерди карастырып көрсөттүк. Мисалы, liberal, like және де репост деген сөздерді біз жиі TikToктан көреміз, және Instagramнан да посттар салады. Посттың өзі бұл ағылшын тілінен енген кірме сөз болып табылады. Яғни белгілі бір бізге посттар ұнаған кезде біз лайк басамыз, яғни үлпіл басамыз. Және wow, cool, hi, тамаша, lunch, түскі ас, яғни lunch ішеміз, яғни түскі ас ішеміз деген сөздер секілді. Сонымен қоса fast food деген сөздер де бар. Біз мейрамханаға барған кезде fast food деген сөзді жиі қолданамыз. Бұл fast food деген өзінің аудармасы жылдам тағам деген мағынаны білдіреді. Сонымен қоса қорытындылай келетін болса, осы ағылшын тілінен кірме сөздер оқушылар арасында өте жиі пайдаланылады. Және де теледидардан қарайтын болса, көптеген бағдарламалар, арналар ағылшын тілінде жазылады. Олар 20%. Осы арқылы олар өздерінің рейтингтерін көтереді. Сонымен қоса жұмыстарда сіздер өздеріңіздің мұғалімдер аштарға өткізген кезде lesson study деген секілді өткізеді. Және де өзінің оқушысы өте жақсы қатысқан кезде оған smart, яғни ақылдысы деген секілді сөздер айтады. Назарларыңызға